Ассалаумағалейкум ардақты ұстаздар. Келіп жеткен төл мерекелеріңіз құтты болсын. Біле білсек, адамның тұлға болып қалыптасуы ұстаз еңбегінің жемісі екен. Тарыдай болып мектеп табалдырығын аттаған баланың таудай азамат болуына мектептегі мұғалімнің тигізетін үлесі зор. Сондықтан бір әріп үйреткен адамға 40 жыл сәлем бер деген. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген сөз бар. Ұстаздық ұлы құрмет. Себебі ұрпақты да ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың басшысын да, данасын да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, кеншісін де ұстаз өсіреді. Өмірге ұрпақ әкелген аналарымызды қандай ардақтасақ, сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстазды да дәл сондай ардақтауға міндеттіміз дейді Бауыржан Момышұлы. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп хакім Абай айтқандай, әр шаңырақтың үлкен үміт күткен ұл қыздары ұстаздың білімінен нәр алады. Елдің ертеңгі ұландарының бойына білім мен өнерді, адамгершілік пен адалдықты, туралық пен шыншылдықты, рухани байлық пен ұлттық болмысқа тән дәстүрлерді сіңіріп, тұлғалы азамат тәрбиелеудегі еңбектеріңізге тек алғыс білдіреміз. Алла сіздердің бастарыңызға амандық, дендеріңізге саулық, әрбір шәкірттеріңіздің және көпшіліктің ықыластарына бөленіп, әр мерекеде ескеріліп, еленіп жүре берулеріңізге тілектеспін. 6 алаштың басы қосылса, 4 мұғалімдікі деп қазақтың біртуар ұлы Мағжан атамыз айтқандай, тек 4-ден табылыңыздар. Мерекелеріңіз тағы да құтты болсын.